Жол полициясы қызметкері жасырынып тұрмау керек. Заң бойынша жол полициясының қызметкерлері жолда көлікпен келе жатқан жүргізушілерге көрінетін аумақта орналасуы керек, яғни қандай да бір қабырғалардың арғы жағында. Сондай-ақ тоқтауға және тұруға тыйым салынған орындарда болмауға тиіс. Жол қозғалысын реттеуші жол патрульдік полициясының өзі дәл осы белгіленбеген орында тұрып, заң қызметкері ретінде заңды қасақана өрескел бұзса ше? Жол ережесін бұзған жүргізушілерге шара көріп, айыппұл салатын бұл патрульдік заң қызметкерлеріне не шара көреміз? Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңы 597 бап көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу. Бірінші тармақ. Осы баптың 2-3 бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда көлік құралдарының аялдауы немесе тоқтап тұруы қағидаларын бұзу 5 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Үшінші тармақ. Басқа көлік құралдарының жол жүрісіне кедергі келтіруге әкеп соққан көлік құралдарын жолдың жүру бөлігінде тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу 10 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Заң жалпыға ортақ. Шара көрелік.